Сіздер білер медіңіздер Ташкентте осындай қазақ қызы бар екендігін? Сіздермен және мен Әлібекова Елнура. Сәлеметсіз бе? Өзіңіз жайлы таныстырып кетсеңіз. Мен Рустемова Мадина, 1994 жыл Бостандық ауданында қазақ қарапайым семьяда дүниеге келдім. Өзім жайлы айтатын болсам, мен 6 класста мен мамам, мен өмірімдегі ең үлкен мотивационный адамды мен үшін. Мен мамам өте қатты, міне 3 перзентпіз біз семьяда. Бірдеңке айтқан кезде, мысалға бір нәрсе маслихат береді ғой, сен осыны қылдың, сен жақсы боласың дегенде, мен мен мынандай перзентпін да, сап бүйтіп ұстап аламын да, бұл сол болу керек деген. Мен біріншіден мамам кішкентай кезінде мектептен кейін обедтен кейін бала бос жүрмесін деп музыкальный школаға апарған. Музыкальный школаға апарғанда мені пианиноға апарған болған да. Пианиноға апарған, именно сол күні танцевальныйға қабылдап атқан болған. Апайлар қабылдау күні танцевальный. Сонымен келдік деп танцевальный группаға кіргізіп жіберген. Сонымен мен 5 жыл мектепте 5 класс бітірсем, танцевальный группада 5 жыл оқығанмын. Ол жерге мамам әр ай ақша төлеуші еді ғой. Ақша төлегеннің себебінен мен сол ақшаны ақтауым керек. Мен анам, мен әкем соны расходтанып, шығынданып, ақша төлеп жатыр деп, мен отличница болып кеттім да танцевальныйда. Сонымен Ташкентке дальше алып, сол танцевальныйды дальше алып кетуге қарар айтып қалып, кейін 2007 жыл 8 болып хореография біліміне оқуға кіріп кеткенмін. Сонымен 5 жыл жеттім. Негізі сондай колледжіне кірдіңіз, да? Хореография бойынша колледжге кіріп оқыдыңыз. Оқыдым. Ондай хореография бойынша оқыған болсаңыз, бұндай косметологияға қалай кеп қалдыңыз? Именно өте дұрыс вопрос. Сонымен мен 10 жылдан көп істедім танцевальныйда. Танцевальныйда істедім, бірақ танцевальныйдың өмірі қысқа. Олай бүйтіп, мысалға сен 35-те или 40-та сен билеп жүре алмайсың. Или вообще 30-да даже. Мен уже 25-те таусылып кеткем. Мен үйдегілерім постоянно айтушы еді. Танцевальныйың таста. Уже кіріп қойғаннан кейін менде мынандай әдет бар. Сіздерге маслихат берер едім, сондай әдет болын, или балдарыңызға да, мысалға менің қолым мына жерге созылса, бірдеңке затты алынбаса қайтпайды. Дұрыс, ол жақсы қасиет негізі. Ол дегені көшеге шығып атқанда мақсатпен шығам. Бірдеңкені бастағанда мақсатпен. Мен айтпақшы болып атқаным, танцевальныйға кіріп, танцевальныйды бітіргенде де, например, мен өзіме керекті көп пайдалы нәрсе алғам өмірде. Достармен қалай сөйлесуді, тәртіп, тәрбие, ояқта өте күшті дамыған. Сонымен мен танцевальныйден бүтінлей шығып кетіп, тағы мамамның мотивациясына келсек, косметология саласы өте дамып кетті. Сонда мамам маған айтты, бәрі қылып атқан затты сен қыла алмайсың ба? Бар да шагырт түс, косметолог боласың. Сонда бұл салаға кіргеніңізге негізі мамаңыз түрткі болды, иә? Керемет. Мен көпшілік аналарға айтар едім, балдарына туры жол көрсету керек. Сонда сіздің сөзіңізді көрініп тұрыпты, сіздің мотиваторыңыз мамаңыз екен. Өте керемет негізі. Мамалар ғой көбінде мотиватор. Бірақ оны алатын бала алады. Мен мамам айтып қояйын осы жерде. Мысалға бәріне маслихат бере береді. Мен мамам айтады, сен осындай дәрежеге жетуіңе кім себепші деп қояды. Мен айтам, сіз себепші деймін, бірақ оны ақыл үйрете береді бәрі. Нандай қыл деп, бірақ оны алған баланы айтсаңшы деймін да, мен дальше алып кетемін. Қазіргі күнде ЕМО университетінде немесімін, талабасымын. Құдай қаласа хирургияға әрекет қылып жатырмыз. Пластический хирург болып, Шыршықта үлкен өзіміздің частный клиника доктор Мадина пластический хирургиямызда ашатын ниетіміз бар. Өте керемет. Алға қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз, Құдай қаласа. Негізі осы дәрежеге жеткенге шейін сізде қандай қиындықтар болды, сонымен кішірек бөлісіп кетсеңіз? Қиындықтар болғанда енді мен ойлаймын, мысалға бүгін тұрдыңыз, сізде қандай көңіл күй болмасын, қандай шарт-шарайт болмасын, бір нәрсені айту керек адам өзіне, бұдан да жаман болуы мүмкін еді ғой. Дейсіз да, Құдайға шүкір деп дәл кете беру керек. Ең керектісі сығылмау керек. Сығылып адам өзін жейді. Просто сығылмаңыздар. Любой
vaziyatga to'g'ri ko'z bilan qarangizlar. Jep jengil o'tib ketaveradi, потому что өмір так o'zi qisqa. Оны o'ynab kulib жеңу керек. Айтпақшы болғаным, мысалға сенің жақының ауруханада ауырып жатқан болса, сен сығылып оған жәрдем бере алмайсың. Соның үшін Құдайдан сұрап, жеңіл қарау керек бар нәрсеге, қиыншылыққа жақсы тура көзбен қарап, бұдан жаман болуы мүмкін еді ғой деп, шүкір Алла деп кете беру керек. Керемет, сіздің негізі өмірге көз қарасыңыз өте күшті екен. Негізі бір мотиватор екенсіз өзіңізде негізі. Сол демекші, өзіңізде кейінгі сіңілдеріңізге, мысалы, мен не істесем, үйде отырған, не жұмыс бастасам екен, егер осы жұмыс бастасам, қалай болар екен деген қыздарға қандай кеңес айтар едіңіз? Дұрыс айтасың. Қазір қыздарға только оқу, даму керек. Только даму керек. Өзіңізге сеніңіз, сіз қыла аласыз, тұрасыз, ертең қылам, бүрсігін қылам, жоқ, тұрасын, қыласын, қайтасын, құсамаса жығыласын, тұрып тағы қыласын. 10 рет құсамайды, 15 рет құсамайды, бірақ 19-20-сында мынандай мастер или өзі хақлаған идеальный адам болып шығуы мүмкін. Просто тоқтамау керек. Міне, молодец, Эльнура қыздарыңыздан өте пысық, қарапайым, алға сенем жұмыстарың омадын берсін, өте мықты звезда, Азияға танылған журналист болып кеткен. Құдай қаласа, айтқаныңыз келсін. Сізге де жұмыстарыңыз алға баса берсін. Рахмет. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Алға қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспін. Рахмет. Сау болыңыздар.